Тақырыбы: көлем, өлшеу және салыстыру. Мақсаты: сен заттардың көлемін салыстыруда артық және кем белгілерін қолдануды білетін боласың. Заттарды көлемі бойынша салыстыру нәтижесін артық және кем белгілерін пайдаланып жазуға болады. Мысалы, 12 литр кем 20 литрден. Бейнежазбаға назар аударайық. Көлемді сумен өлшеп көрейік. Қалай ойлайсың? Қандай ыдыста су көп? Дұрыс, үлкен ыдыста су көп. Қандай ыдыста су аз? Дұрыс, кішкентай ыдыста су аз. Қандай ыдыста су көп немесе аз екенін қалай анықтауға болады? Ол үшін көлем өлшем бірлігі литрді пайдаланады. Екі ыдыстағы суды өлшейміз. Өлшеуіш ыдысқа құйып, салыстырамыз. Бірінші ыдыстағы сұйықтық екіншідегіге қарағанда көп екен. Сауда жасау. Суретке қара. Екі себеттегі азық-түліктің қайсысын көлемі бойынша салыстыруға болады? Оларды салыстыр, санды теңсіздіктер құрастыр. Білім Лэбтің тапсырмасын орындайық. Аквариумды суға толтыру үшін неше шелек су керек? Шығарып көр. Бір аквариумға 20 литр су сияды, ал екіншісіне 30 литр. Қай аквариумдағы судың көлемі артық? Қаншаға артық? Санды теңсіздік құрастыр. Сен неше теңсіздік құрастыра аласың? Ыдыстардың көлемдерін салыстыр. Тиісті таңбаны таңда. Келесі тапсырманы орындап көр. Өлшеу нәтижелерінің арасына қандай белгі қоюға болатынын анықта. Келесі бейнежазбадағы тәжірибені үйден жасап көреміз. Мен бүгін математикадан заттың көлемін қалай өлшеуге болатынын үйрендім. Мен тәжірибемді сіздермен бөліскім келеді. Ол үшін тәжірибеге керек заттарды дайындап аламын. Мен достар, тәжірибеге керек заттарды дайындап аламын. Бірінші 1,5 литрлік ыдыс, 1 литрлік ыдыс, жарты литрлік ыдыс и 1 литрлік су. Тәжірибенің нәтижесін жазып отыратын дәптер керек. Достар, тәжірибемізді бастаймыз. Ыдыстағы суымызды құямыз ыдысқа. Келесі суымызды ыдысқа құямыз. Міне, 1 литр су. Үшінші ыдысымызға суды құямыз. Міне достар, тәжірибенің нәтижесінде 1 литрдан артық, 1 литрдан тең, 1 литрдан кем су шықты. Тәжірибенің нәтижесінде судың көлемін